Ассалаумағалейкум Жеке, обкатка жайлы сұрақтар жиі келіп жатыр. Қандай май құюға болады деген. Ең бастапқыда сенімді бренд болу керек. И Манол мысалы, S-Oil 2,5-3 мың теңгеден жоғары майлар. 1000 теңгелік, 1500 теңгелік майларды мен ұсыныс ете алмаймын, себебі олар обкатка кезінде уже моторға зияны тиеді да. Көп ойлайды, там обкаткада все равно 200-300 км сайын майды ауыстыра саламын ғой, ол кезде разница жоқ деп, бірақ даже ол май құйылғаннан кейін ең бастапқы километрлерде әсер етеді да, и ол поршеньға, ЦП-ге, кольцаларына уже зиян болады. Поэтому обкатка кезінде хотя бы Манол или S-Oil құю керек. Но даже в принципе Манол да S-Oil содан кейін жалғастыра берсеңіз де болады. Главное оригинал болса болды. Сол сервисте, магазинде Манолдың сертификатын сұрайсыз. И оригинальный Манол болса, оригинальный S-Oil болса тоже жақсы майлар, уақытылы ауыстырсаңыз. Самурай М8 максилерде 1000 км сайын, Хауджилерде 1500 км сайын. Жазда сәл жиі ауыстыру керек. Мысалы Самурай М8-дерде 800 км-де, Хауджида где-то 1200-де уже жазда жиі ауыстыру керек, ыстық кезде. В принципе, соларда бола береді. Егер де сенімі сәл жоғарылау, бренді мықтырақ керек десеңіз, уже Яко, Ликвимоли, Матюль 5000 сондайлар уже бола береді біздің скутерлерге. И сосын айтады балдар, араластыруға бола ма майларды, болмай ма деген. Егер де мотор майлары бір тұтқырлықта болса, мысалы Манол 10V40, сіз обкатканы Манолмен өтесіз, 1000 км. Содан кейін Якконы да, Ликвимолиді, Вольфты да қоя берсеңіз болады. То есть разница жоқ. Главное, соның вязкость жағынан тұтқырлығы тоже 10V40 болу керек. И егер де сіз мотоциклетныймен обкатканы өтсеңіз, мысалы 4 такт MA2 деген спецификациямен, онда дәл сондай спецификация басқа майларда болу керек. Вот, скажем, мне мынау Манолдікі, 4-тактыларды именно осында MA2 деген спецификация болады. Там Вольфты, Яккода разница жоқ. И осы майларда егер де осындай спецификациямен жүрсе, спокойно сіз Манолмен де, S-Oilмен де обкатканы өтсеңіз болады, а потом 1000-нан кейін хоть Вольфты қоясыз ба, Якконы қоясыз ба, разница жоқ. Сіз даже мысалы 1000-да обкатканы өттіңіз, сосын Манолды құйдыңыз, онымен тағы да 1000 жүрдіңіз, уже обкаткадан кейін уже 2000 км, потом Манолдан кейін так, Якко қойып қоямын десеңіз, Яккоды қоя беріңіз, ол 1000 сайын любой осы мотоциклетный майлармен өстіп ауыстыра беруге болады. Еш нәрсесі кетпейді, потому что бұлардың рецептуралары, стандарттары бір-біріне сай. Просто оны кейбір балдар ойлайды, егер де мен Манолмен обкатканы өтіп бастадым, сол Манолмен жалғастыра беру. Ондай бұл жерде ондай тема жоқ. Оны ауыстыра беруге, главное вязкость, спецификация, рецептуралары сондай бір болу керек. Машиналарда мысалы допусктармен қарайды, допусктар сай болу керек дегендей.